Бүгін өскемендік дәрігерлер қала маңындағы ең биік таудың шыңын бағындырды. Мұнымен олар алдағы маңызды науқанға қатысуға дайын екендіктерін білдірді. Биіктігі 300 метрлік тауға өрлеу дәрігерлер үшін әсте оңайға соқпаған екен. Биікте желбіреген көк байрағымызға жетіп, барша отандастарын алдағы сайлауға қатысуға шақырды. Нұрсұлтан Назарбаевтың насихат тобы сыр елінің жұртымен жүздесіп қайтты. Өңірде қазынадан 200 миллиард теңге құйылған 27 жоба жемісін берген көрінеді. Ал Арал теңізі 12 метрге көтеріліп қайта тірілгендей болыпты. Президентті әрдайым жақтаған, антына адал, сертіне берік халық. Сондықтан алдағы сайлауда сыр елінің халқы президентті 100% қолдайды деп халқымның атынан сенім білдіргім келеді. Ал Әбілғазы Құсайыновқа қолдау көрсететін штаб кеңейіп, мүшелердің саны 800-ге жуықтады. Олардың көмегімен Қарағанды мен Жезқазған қалаларында 3000 плакат, 4 билборд қойылған екен. Уақыттағы жасаған жоспарларымыз бәрі ісіне асып жатыр. Қазір облыстық сайлау комиссиясы бар, солармен қарым-қатынастамыз. Олар бізге көмектерін көрсетіп жатыр. Штабтың жұмысы қазір көріп отырғандай, осында біздер демалыс мейрам күндеріне қарап отырған жоқпыз. Жұмыстарымызды жасап отырмыз. Тұғырнамасы марксизм-ленинизм идеяларына негізделген Тұрғын Сыздықов болса, адами құндылықтардан айырыла бастаған батысқа еліктемеуге шақырады. Оның сайлауалды компаниясы 6000-ға жуық үгіт материалдарын таратып үлгеріпті. Біздің штабтың әр ауданда өзінің өкілдері бар, сенімді өкілдері. Оның барлығы белсенді жұмыс жасауда. Қазіргі таңда президентке үміткер Тұрғын Исқақовичтің қазіргі таңда платформасын, негізгі бағыттарын халыққа түсіндірудеміз. Кәусар Айыпбергенқызы, 7 News.